Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін біз сіздерге атақты комедия боевик жанрындағы фильм «Неграси Южному Централу», яғни оңтүстік орталыққа қауіп төндірмеңіз деген фильмге қысқаша шолу жасаймыз. Бұл жас қорқақ шоколадты анасының тәрбиесінде өскен тұғын. Енді ер жеткенде оған әкесімен бірге тұрып, нағыз ер адам, мужик болып шығу қажет. Ал әкесі тұратын жақта өңшең қара нәсілділер тұратын. Әкесі шоколадқа қалай өмір сүру керектігін үйрету қажет. Бір қызығы, бұнда қылмыс деңгейінің жоғарылығы соншалық, жігіттер 21 жастан кейін өмір сүретіндері сирек. Бандиттердің қаупіне қарамастан, анасы шоколадты әкесі жаққа апарып тастайды. Үйге келіп, әкесімен құшақтасып, мауқын басқан соң, әкесі үйде тұру үшін толыққанды бағынып, үйді таза ұстап, менің шөбімді, яғни менің темекімді шекпеуін қажет дейді. Ал қайтарымына шоколад әкесіне шашынап беруді сұрайды. Ал әкесі баласының интимді өміріне қызығып сұрайды. Баласы бәрін жайып салады. Ол бір қызбен танысып, таныстығы төсекке дейін жеткендігі туралы айтады. Бірақ та қызықты жерді ойы жаман кеткен жаңағы қыздың анасы шіркеуден келе салысымен бұзған. Көшеге шықса, көшеде бірін-бірі өлтіріп жатқан бұзақыларды көріп, жағасын ұстайды. Бір бандит келіп, балмұздақ машинасын тонайды. Шоколадтың басты қуанышы, оның досы Лок-Дог. Оның үйі әр қашанда шашылып жататын. Доктың анасы баласына сорпа жасаған, бірақ та сорпасына дәм деуіш, тұз, бәрін қосып әйтеуір өтірік каша қылып жасай берген. Доктың әжесі де анау-мынау адам емес еді. Тіпті шоколад екеу мықты соққылармен бір-біріне жауап қатты. Лок-Догтың өзі де сәл-пәл қуатын. Ол бірінші атып, екінші кім екеніңді сұрайтын. Дәл солай шоколадты да бөлмесіне жақындап қалғанда атып қоя жаздады. Міне, дәл осындай адам шоколадқа қажет. Дәл осындай адам ғана шоколадқа қалай бұл ауданда өмір сүруге көмектесе алатындығын үйретеді. Дог оған гангстерші, мафия құсап киінуге көмектеседі. Екеуі бірге қасиеттіге аттанады. Оны қасиетті деп атау себебі, ол қара нәсілдерді жинап, ақ адамдардың кезінде ата-бабасына жасаған зұлымдығын айтатын. Сол себептен оны пір тұтады. Қасиеттіні алып, ессіз аяққа барады. Ессіз аяқ негізінде мықты билейтін болған, бірақ та атысу кесірінен оның аяқтары да жарамай қалған. Енді ол инвалидный креслода отырады. Олар бірге Лок-Догтың ұрлаған фургонына үлкен вечерге аттанады. Қасиетті сол жерде ақ нәсілді қызды тауып, оның өзімен бірге әкетеді. Және де оған ақ нәсілділер кезінде қара нәсілділерге істеген ісін жасайды. Шоколад та өз махаббатын табады. Ол Даиши еді. Шоколадтың айтуынша оның жүзінен нұр көрінеді. Бұл Даиши тіс шұқығыш атты бандиттің бывший қызы және де көп балалардың анасы. Дог оның нашар қасиеті, оның ашықтығы, ол барлық ауданмен жатып шыққан. Сол себепті ол көп балалы ана дейді. Шоколадқа бұның дәл осы қылығы ұнады. Өйткені шоколад қатты бір қыздармен араласа алмайтын. Шоколад Даишиге баруға қорқады. Сол кезде Дог шоколадқа лайфхак көрсетеді. Ол бір қызға барып, тапаншасын басына тіреп тұрып, қорқынышпен сол қыздың нөмірін алады. Бірақ бұндай әдіспен жақсылыққа бармайтынын біліп, бар рухы жинап Даишиге барады. Сөз арасында Даиши, мына чмо мені бар бала-шағамен алады ғой деген сеніммен омен жақынырақ танысады. Тіс шұқығыш бандиттің қызба мінезі бар тұғын. Өзінің қызы бөтен еркекпен аймаласып тұрғанын көрген, ол ашумен шоколадты көзін құртуға талпынғанда жанындағы жігіттер тоқтау салады. Не дегенмен сені қайта түрмеге жабуы мүмкін деп. Тіс шұқығыш өмірінің жартысын түрмеде өткізген тұғын, бірақ та оған бәрібір. Дог шоколадпен бірге дүкенге барады. Дүкеннің қарсы алдында тіс шұқығыш өзінің балдарымен шоколадты күтіп алады. Бірақ та Лок-Дог өзінің қаруымен оларды қорқытады. Жауап ретінде базукасын көрсеткенде Дог өзінің СССР атты снарядымен бандиттерді ботына тыштырып жібереді.
Ядерный фейерверк, мало не покажется. Поехали. Будет вам Хиросима и Нагасаки. Дүкенде азияттық сатушылар геттолықтардың артынан қалмайды, заттар ұрлamaсын деген оймен. Бірақ та бір жылпош жігіт байқатпастан толық дүкенді кассасымен бірге тонап кетеді. Есіктен шыға бергенде Лок-Доктың анасын азияттық сатушы қорлап артық кетеді. Енді Доктың ату өнер мәдениетімен танысайық. Что ты сказал про маму? Бұл уақытта Доктың әжесі керемет машинасымен шіркеуге келеді. Шіркеуде қор айтылып жатады. Қорды қызық қылу мақсатымен Доктың әжесі және де тағы бір әже жастар құсап билей жөнеледі. Екі әже шіркеуді дискотекаға айналдырып жібереді. Бұл уақытта Доктың жиені колледжге түскен тұғын. Соны шығарып сап қайта бергенде жиенін атып кетеді. Байғұс оқуын бастап та үлгермеп еді. Шоколад көлік айдауға право алу үшін тапсырады. Ал Док автомобиль компаниясына жұмысқа орналасады және өзі жайлы резюмеге ойына келген жазады. Рост 6 футов. Сколько хотели бы получать? 3 миллиона долларов наличными. Шоколад дәл осы автомобиль правосына тапсыруын ешқашан да ұмытпас. Ол тапсыру кезінде дәл банктың жанында тоқтайды. Жанындағы серіктесі әжетханаға кеткенде банк қызметкері банкты тонап шоколадты көлік жүргізушісі ретінде қылмысқа тартады. Лок-Дог өзін керемет қып көрсетеді. Сол себептен оны жұмысқа алады. Жұмысы бойынша оны тест-драйвға отырғызып көліктің беріктігін тексеру үшін кірпішке соқтығызады. Бастысы Лок-Дог аман. Бұл уақытта Шоколад Даишимен әңгімелеседі. Әңгіме барысында Даишидің өлең жазуымен айналысатынын біледі. Даиши ән арқылы Шоколадқа сезімінің қаншалықты мықты екенін жеткізеді. Әнінде егер Даиши Шоколадты тастайтын болса, өз-өзіне қол салатынын айтады. Осыдан соң Даиши керемет қылып тілі арқылы оның денесін жалап, керемет қып массаж жасап береді. Шоколадқа өзінің аяғының саусақтарын кетчуп жақтырту арқылы төсекке екеуі кіріп кетеді. Шоколад өзін ұстай алмай ерте бітіріп қояды. Бұл Даишиге ұнамай екеуі ұрысып, ақыры Шоколадты қуып жібереді. Шоколад туысына өз қайғысын айтып, Даишиді тастап кете алмайтындығын, жоспары бойынша Даишиді өзімен бірге басқа жаққа әкетіп, жаңа өмір бастағысы келетіндігін айтады. Лок-Дог оны ойыннан айнытқысы келген, бірақ та ойын полиция қызметкерлері бұзды. Олар Лок-Дог пен Шоколадты тұтқындайды. Тұтқындау себебі олар қара нәсілді. Оның үстінде жұмада түнде жүргеніне бола. Оларды қысқа мерзімге түрмеге қамайды. Түрме Шоколадқа ұнамайды. Оның үстіне оның миын ашытатын камераласы көп сөйлеп қанын ішті. Бұл уақытта тіс шұқығыш бандаға жаңа адамдар тартып жатты. Дәстүр бойынша жаңадан кіргендерді секіртетін тұғын. Тіс шұқығышқа бір адамы келіп Шоколадқа келіп тиіседі. Қорқақ Шоколадтың орнына Лок-Дог әлгі адамды жерге жатқызып сабайды. Докқа енді алдағы соғыста мықты одақтас керек. Сол себептен олар Old School атты қарт кісіге келеді. Дәл осы кісі талай атысқа қатысқан және де тәжірибесі бар. Барлық көше бұл кісіден қорқып сыйлайды. Бірақ та дәл сол Old School анасының баласы болып шығады. Оны анасы жібермей қойғандықтан қорғанысты соның үйінде жасайды. Достар бір-біріне өзінің армандарын айтады. Шоколадтың арманы осы ауданнан кету болса, ессіз аяқ қайтадан менің аяғыма күш бітіп билесем екен дейді. Ал Лок-Дог осы өміріне риза екен, ода бәрі барын айтады. Олардың сөзін тіс шұқығыш пен оның бандасы бұзады. Оларға оқ жаудырады. Дәл осы кезде Old School қалай ұзақ өмір сүргенін білеміз. Сөйтсе бұл Old School кез келген атыс басталғанда әрдайым соғыс алаңынан қашып кететін болған. Дәл бір оқ ессіз аяқтың инвалидті коляскасына тиіп, ол асфальтқа шығып кетеді. Ал өз кезеңде тіс шұқығыш оны байқаусызда қағады. Оны дереу ауруханаға әкетіп, сонда врачтың көмегімен аяғын жөндейді. Бұған шыдамаған Шоколад дереу Даишиге барып, бұл ауданда тұрмайтындығын айтып, бірге басқа жаққа көшіп кетейік дейді. Бұған Даиши өзінің ризалығын білдіреді. Кешкісін вечерге жиналады.
кетпестің алдында әкесіне ертегі айтып жатқызып өзі шыға кетеді. Осы жерде Лоқ-Тоқ та бар еді. Ол балдармен ойына келген жасайды және де сонда бір ұялшақтау қызды тауып сөйлеседі. Екеуінің әңгімесі қызып, қызды өзінің фургонына келеді. Ал онда екеуі қызып бір-бірімен жақындасады. Сөйтсе осы ұялшақ қыздың қара түсі бар екен. Оның түрі 360 градусқа өзгеріп, Доқты шыңғыртады. Ертесіне Шоколад әкесімен бірге балыққа аттанады. Сонда Даишимен бірге кетуге дайын екендігін айтады. Доқпен қоштаса бергенде тіс шұқығыш қайта тиіседі. Шоколад олд скулдан үйренгенін қайталап қашады, бірақ бәрібір оқ тиеді. Ол аман қалады. Ал тіс шұқығыш қайтадан түрмеге кетеді. Даиши мен Шоколад өздерінің жаңа өмірін бастайды. Ал Доқ енді комик стендап, ессіз аяқ қайта қыздармен билейтін болды. Өзгермеген тек Доқтың апасы. Ол собаяқ темекісін бұрқыратып тұрып, өмірдің қызығын көруде. Және де дәл осы әже осы YouTube каналға тіркеліп, лайк баса кетіңдер деп бұйырды. Олай болса әженің тілін алыңдар. Қош сау болыңдар.